19 жастағы студент айына 1 миллионға жуық табыс табады дегенге сенесіз бе? Әрине бірден сену қиын. Бірақ еліміздегі белді оқу орындарының бірі Қарасай ауданында орналасқан ЕЗДУ-дың 4-ші курс студенті Бексұлтан Айтен тамақ тасушы дрон ойлап тауып, бүгінде 1 миллион теңгедей ақша табуда. Құрылғы жасаушының ісіне қызығушылық танытып, оқу ордасына біз бүгін арнайы келдік. Жалпы дрондар бұлар біз Қазақстан жинаймыз. Ол арқылы біз біраз ақша үнемдеп қаламыз. Және де өзіміз білеміз, қандай софт қойғымыз келеді, қандай да бір запчасть ауыстыратын болсақ, өзіміз реттеп келтіріп аламыз. Сынып қалған жағдайда өзіміз тез жөндей аламыз. Осындай айырмашылықтар бар. Өзімізге қалаған веске, қанша салмақ көтеру керек, сол салмаққа байланысты біз дронды өзімізге байланысты құрастырып аламыз. Бізде 6 түрлі дрон бар. 6 түрлі мақсатта құрастырылған. Мысалға біреуі съемкаға арналған болса, біреуі мысалы жад тасиды, су тасиды, біреуі дәрі себеді мысалға. Қазір кезде сұранысқа көбінесе доставка дейді, яғни тасымалдауға арналған дрондар сұранысқа ие болып жатыр. Мысалы тамақ тасуға, белгілі бір тапсырыстарды тасуға арналған дрондар. Мысалы адамдар ауырып қалуы мүмкін, бір нәрсе болып қалуы мүмкін, шықпай қалуы мүмкін, жұмысқа не сияқты нәрселер болса мысалы, ал дрондар ондай кезде мысалы ауырмайды, адамдардың өмір сүруіне де жақсырақ. Қазірге дейін 10-ға жуық дрон бар. Ол дрондар тестілеуден өтіп жатыр. Жалпы сіз дронды өзіңіз құрастырасыз ба, қасыңызда көмекшілер болады ма? Жалпы қазір жоқ, технопаркте мен ассистент, технопаркте бізде ұстаз бар. Мен 4-ші курс ассистенті болсам, менен кейін 3-ші курс ассистенттер бар, 2-ші курс ассистенттер бар. Оларға да көрсетеміз, үйретеміз бірге. Маған бір қызық нәрсе болса, оларға да көрсетуге тырысамын. Енді мына дронға қажетті кейбір бөлшектерді сіз сатып аласыз, түсінгенім бойынша. Иә. Енді оларды өзіңіз ойлап табу жоспарда жоқ па? Әрине бар. Қазір кезде бұлардың көп заттарын, корпус мысалы көп жерлерін ауыстыруға болады, көп жерлерін өзіміз жасасақ болады. Сол нәрсеге келгіміз келіп жатыр. Саған қолдау білдіріп жатқан кімдер атап өтереді? Универді ма, кімді басқа дейміз? Жалпы универде технопарк, лаборатория өте күшті жер. Жастардың дамуына арналған. Жалпы өзің енді осы универге түсу армандадың ба, әлде кездейсоқ болған? Жоқ, осы универге түсу үшін 1 жыл бұрын 10 сыныптан бастап білдім универ жайлы. Сол кезден бастап кірдім, 131 балмен Грант қатысты. Иә, уверен ЕЗДУ-ға түсетінін біліп, жазда қуанып. Осы жылы біз чемпион Қазақстана болдық. По робототехнике среди вузов 15 университет қатысқан болатын. Соның ішінен біз 1-ші орын алып шықтық. Ал Бексұлтан, мына бастап жатқан ісіңе сәттілік. Алдағы уақытта әлемдік деңгейде Қазақстанның атын шығарып, осы құрылғылардың арқасында табысқа жете бер. Соған біз тілектеспіз.